Ал міне Шерзод ағамыздың үйіне келіп қалдық, кірейік бірге. Қош, көрдік. Сәлеметсіздер. Келіңіздер. Қалдарыңыз бәрі жақсы ма? Жақсы, рахмет. Қош келдіңіздер. Рахмет, сәлеметсіз бе? Ой, ассалам алейкум, келin, қош келдіңіз. Өзбекше салам алейкум, деп амандасақ. Я, салам алейкум. Салам алейкум. Güzel. Қош Рахмет. Яшыңсыз, Бізде тағы да бір ардақты қонақтарымыз бар. Хасан ағамыз келу керек, жеңгеміз бен. Соларды күтіп отырмыз. Қазір оларды қарсы алатын боламыз. Күтейік бірге онда. Енді үй жағдайындағы кітапхана ғой. Иә, енді бұл менің кітаптарым. Мен оқу барысында осы оқыған кітаптарымды өзімен бірге алып келіп, ары қарай осы қолданып келемін. Байқағанымыздай қазақшасы бар, өзбекше де бар, иә? Мына жерде арабша кітаптарым бар. Арабша кітаптар бар екен. Мен ислам танушымын, осы ислам арабша түпнұсқасын оқисыз, әрине, иә. Сол арабшада біз PhD докторантураны бітіргенбіз, араб тілде диссертацияны жаздым. О, Хасан ағамыз келді. О, ассалаумағалейкум. Сәлеметсіз бе аға? Қалай келді? Бар жақсы. Жақсы, рахмет, қана келіңіз. О, ассалаумағалейкум. Біз негізінде Тараз қаласының тумаларымыз. Барлығымыз Тараздан осы Астанаға 15 жыл бұрын келгенбіз. Бірақ менің туылған жерім Өзбекстан болып қалған, Андижан қаласы. Әрине, бұл ең біріншіден білесіздер, біз мынау Өзбек этномәдени орталықта жұмыс істеп келе жатқандан біз ассамблеяға қатысты өте көп жұмыстарды атқарамыз. Ассамблеямен бірлесіп жұмысты жүргіземіз. Бұл жұмыстар енді орталығымызда ең алдығымен ол бірлікті сақтау және де бірлікті күшейту, қоғамдық келісімді, яғни нығайту деген жұмыстар. Сонымен бірге өзбек мәдениеті мен тілді сақтаумен оны дамыту болып табылады. İlahi teşvik katacağımız elimizde. Bari niyetlerimizi için niyetlerimizi gidelim. İlahi amin. Allahu Ekber. Қош келіпсіздер. Қош келдіңіз, Хасан аға. Жеңге, қош келдіңіз. Елімізде де осындай барлығымыз бір-бірімізді құрметтеп, достықта өмір сүрейік. Алла ханым, сіз де қош келдіңіз. Рахмет. Қазіргі күнде Астана қаласының Өзбек этномәдени орталықтың төрағасы болып қызмет атқарып келе жатырмын. Енді отбасымыз үлкен. Біз негізінде дәрігерлер отбасында дүниеге келгенбіз. Ары қарай Астанаға 15 жыл бұрын көшіп, қазіргі күнде мен мамам және де сонымен бірге әйеліммен 4 баланы біз тәрбиелеп келе жатырмыз. Біз отбасымызда бір-бірімізге құрметпен қарауға тырысамыз. Біз әрқашанда ақылдасып, біз әрқашанда осы мәселені біз дұрыс жолын шешу үшін әртүрлі жағдайларды қарастырып, сосын шешімге келетін боламыз. Сондықтан осындай ақылдасатын қағидалар және де бір-бірімізді түсінетін қағидалар, мен ойлаймын, ол біздің отбасымыздың ең басты осы құндылықтары десек те болады. Қонақжайлық қос халыққа да ортақ қасиет. Бұл шаңырақта ұлттық құндылықтар мен туыстық қарым-қатынасқа беріктік бірден көзге түседі. Алайда қазақстандық өзбектерге тән бір ерекшелікті көрдім. Оны бағдарламаның соңына дейін өздеріңізде байқарсыздар. Хасан аға, енді дастарханның басты тағамы қандай болады әдетте өзбек халқы? Көрсетіп қойдық. Басты палау алып келінеді. Палау, хлебсіне. Енді сұрақ. Палауды бәріміз жақсы көреміз, пісіру жолын да білеміз. Бірақ біз жасасақ ол басқаша шығар. Сыры неде оның? Сыры біз айтпаймыз, не үшін коммерческая тайна дейді. Мен айтпақшымын, мына біздің бүгін қызымыз Гүзелі келініміз ота дамды палау қылды. Бұл палау фисташкадан қылынады, да? Фисташкада. Бұндайды жеп көрмеппін, естімеппін де. Хасан ағам туралы айтатын болсам, әрине бұл мені өте жақын ағам. Ол мені інім ретінде, балам ретінде қабылдайды, мені балдарымды өзінің неберелер ретінде қабылдайды. Сондықтан біздің қарым-қатынасымыз ерекше және де өте жылы. Мен осы елордамызға келген кезінде мені ең бірінші қолдап, маған көмек көрсетіп, осы орталығымызда, Өзбек мәдени орталықта
осындай қайырымдылық жұмыстарды көмектесіп, қаржылай көмектесіп, осы орталығымызды дамыту үшін үлкен үлес қосқан азаматтардың ең алғашқысы десек те болады. Сондықтан біз әрқашанда осы Хасан ағамен қандай шара өткізбесек те екеуміз ақылдасамыз әрқашанда. Қалай өткіземіз, не істейміз, және де әрбір бастамаларды қолдап келеді. Және де тек қана мені ұсыныстарымды емес, барша осы ассамблеяда қандай шара өтпесе де барлығы Хасан ағаға звондайды. Хасан аға көмек керек еді, палау істеу керек еді деген кезінде Хасан аға жоқ демей, әрқашанда халыққа өзінің көңілін таратып береді. Осы палаударды, үлкен қазандарды дайындап, және де сыйлықтарды жинап, яғни өзі кәсіпкер болғандықтан осы қаражаттарын аямай, осына қайырымдылыққа көп береді. Бүгін енді ас мәзірінде палау, өзбектің нағыз күшті палауы, жанында енді мынандай салаты бар. Неге дәл осы? Бұл салаттың аты аш-шу. Бұл пловтың кішкене інісі десем де болады. Інісі? Бұл салат болмаса плов болмайды ғой. Пловға дәмді берген осы салаттың өзі. Ішінде ашшық бар, пияз бар, бізде өскен помидорлар. Біз енді көбіне тапсырыс берген кезде мейрамханаға барған кезде жаңағы тапсырыс береміз дағы жанына міндетті түрде осы аш-шуды таңдаймыз. Бірақ неге екенін білмейміз, бірақ сіз неге оның мағынасын түсіндіріп бердіңіз. Әрине. Бұл пловын жеп көрсеңіз, мына осы салатпен. Екеуі тандем, иә? Иә, тандем. Бір-бірінсіз ажырамас жаңағы плов пен аш-шуд бірге жүреді. Столға алып барасыз. Қазір бүгін палауымыз да ерекше, иә? Иә, пловымыз ерекше. Шерзат, бұл как бала ретінде мен оны құрмет қылам. Бала ретінде мен баламды айтам Шерзатты. Бізді ар демалыс күндері бізді Шерзат қонаққа шақырады. Құрмет қылып. Мен өзімнің неберелерімді сағынам. Шерзатты балдары дейді, мен неберелерім құрмет қылам. Өте сүйеймін бұларды. Шақырады бұна үлкен, әдемі қылып, құрмет қылып, ұстаулы жасап барыны, палауны қылып, келінім Гүзелі. Шақырады біздің мен әйеліммен бірге келіп, әже ретінде мені әйелім, мен кәк атада келіп, бұларға насихат қылып, дуаны беріп, балдарға бақытты болыңдар деп, өзімізге, неберелерімізге. Бүгінгі палау өте ерекше. Мұндай палауды мен шынымды айтсам көрмеппін. Күшті. Бәрі бар. Енді білеміз ғой, өзбек ұлтында тағамдарға өте көп мән беріледі. Өте көп мән беріледі. Дастархан басында жиналған кезіңізде түрлі тағамдар тұрады. Жаңағы самсамыз бар, міне ачичук, палау, чак-чак, тәттілерден. Сосын міндетті түрде жаңағы жаңғақтар, оның бәрі мінекей дастарханымыз. Өзіміздің қатазарымыз, өзіміздің тағы бір ұлттық тағамыз бұл бауырсақ. Енді қазақ пен өзбекте бір ғой. Негізі бауырсақ бәрін біріктіреді, жаңағы өзбегі бар, қырғызы бар, қазағы бар. Біз бітті переулкада тұрамыз Таразда. Вот қазақтар, орыстар, татардар, өзбектер, қырғыздар тұрады. Барымыз, бірімізге барамыз, мероприятие болса біріміз шағырамыз, қой соямыз, той қыламыз. Потом біз өзбектер сумаляк қыламыз ғой, сумалякқа шағырамыз. Олар құдай тамаққа біз шақырады, соны жүреміз. Мына жақта тағы да. Келіңіз, Алла ханым сізге де сауат берейін. Дәміні көріңіз. Дәмін көрсеңіз, енді ана сұрағыңызға жауап табасыз. Дәмін қазір көрсем, ұнаса, мен апта сайын сіздерге қонаққа келемін. Болды. Гүзел ол біздің осы отбасымызда балдарды тәрбиелеп, және де менің уақытым жетпейтін нәрселерді барлығын ол көтереді. Сондықтан әрине оған алғысым шексіз. Бірақ Гүзелден алдын мені анам бар. Сол анам мені әрбір шараларда және де әрбір бастамаларда мені қолдап, маған осындай көмек көрсетіп келеді. Сондықтан әрбір, яғни
жақсы адам және жетістікке жеткен адамның артында бір әйел тұрады деген әңгімені айтатын болсақ, әрине менің артында бір әйел емес, бірнеше әйелдер тұр. Ол менің анам, әйелім және қарындастарым бар. Олар барлығы маған көмектесіп, маған тірек болып келді. Айтқандай, Шерзод бастаған өзбек этномәдени бірлестігінде мәдени тәрбиелік мәндегі шаралар жиі өткізіледі екен. Ал оның мүшелері Астана қаласы мен ассамблея өткізетін барлық шараларға белсене қатысады. Дастарханнан тұрған соң, біз солардың өзбек орталығының жас өнерпаздары қатысатын фестивальге барамыз. Біз анымыз қазақша, біз жеріміз уже прям родной, туған прям жеріміз. Маған не берді? Умыр берді Қазақстан. Жеріні берді, наныны берді. Мен отбасылы болдым. 2 қызым бар. Сонымен жұмыс, коллективіміз жақсы. Вообще Қазақстанның адамдары өте жақсы, қарапай адамдар, көңілі кең адамдар. Мен өзім Қазақстанды жақсы көремін ғой. Торт еті бар. Сөз жоқ. Пловты салатпен жеу керек. Енді 4 түрлі май қосылған дейді, бірақ тіпті майлы да емес. Күшті. Рахмет. Рахмет, Гүзәл. Ас болсын. Үйде, конечно, мен тамақ істеймін ғой. Қызым көмектеседі. Қыздан тәрбиесі бірінші анадан келеді. Сонымен бары уже толғандан қызы біз үйрендіреміз бірінші тазалыққа, жақсы режим тәрбиеге өргетеміз, потом образование береміз. Бары үлкен адамдарға құрмет қылу керек, жұмыстан қорқмай жұмыс істеу керек. Бары нәрсеге сабыр қылу керек. Сонымен ойлаймын, қыз ақылды, иманды болады қыз. Біздің бүгінгі кейіпкерлеріміз қай жағынан алсақ та елордадағы өзбек халқының ең белсенді өкілдері десек артық айтқандық емес. Бірі өзбек этномәдени бірлестігін басқарып, Қазақстан халқы ассамблеясы ұйымдастырған әр шараның басы қасында жүрсе, екіншісі күллі Астана халқын нанмен қамтамасыз етіп отырған ірі кәсіпкер. Аға, енді сіз қоғам белсендісіз. Елордадағы шаралар сізсіз өтпейді. Қатысып кетесіз, көріп кетесіз. Бүгін немерелеріңіз қатысып жатыр екен. Қандай шараға келдік? Бүгін бізде Қазақстан халық ассамблеясының фестивалі болып жатыр. Фестиваль өте жақсы өтіп жатыр. Біз ойлаймыз, қандай орын болады, білмеймін. Енді Алладан сұраймыз, қалай болады. Әр бейсенбі күні Хасан Шарипов өз қол астындағы жұмысшыларына арнап балау басады екен. Осылайша қазақ, өзбек, орыс, кәріс ұлтының өкілдеріне құралған кішігірім отбасының басын қосып, мереке ұйымдастырады. Біз нан шығаратын берекелі кәсіпорынға дәл сол мерекелі күні келіппіз. Хасан аға, енді кідірісте қызыңыз да келіп қалды. Да. Екінші қызыңыз ғой, Да, екінші. Фарангиз. Өте әдемі есім екен Фарангиз. Естілгенде де өте бір жағымды сондай. Фарангиз, осы жақта жұмыс істейсіз, қызмет. Папаңызға көмектесіп жүрсіз. Сіздің жұмысыңыз не? Мен өзім архитектормын. Сол Астанадағы бір-екі өйдерді проект істеп жұмыс істедім. Алматыда жұмыс істедім. Екі үлкен өйдерді проект істеп. Содан кейін апамның традиционный лепешка нанды солай инновационный болып жаңа оборудование сатып алып Турциядан, Италиядан. Сол енді Астанада 10 мың лепешка істеп бір күнде адамдарға сол кәсіппен айналысып жүр. Жаңағы мұндай нан, демек, бұл ноу-хау. Ноу-хау. Машылығы бар. Ешкімде мұндай нан жоқ, ешкім жасай алмайды, тек өзіңіз ғана. Апамның секреті сол
секреттерді бар. Бір махаббат қосылған шығар оған. Иә, дамы басқаша. Дұрыс айтады. Енді біз онда күтейік, 40 минутта піскенше біз өндірістің ортасына барып, қызметкерлеріңізбен танысайық. Жақсы. Мана машиналар дайын, ішінде наны бар. Бұлар бары магазинге, тошқаларға нан апарып жатыр. Ыстығы мына жаққа дейін өте ма? Мана біздің шофердар. Саламатсыз ба? Мана бұл біздің үлкен ота жақсы реализатор, экспедитор. Бұл магазинге нан салып, магазинге апарып жатыр қазір, екінші рейс. Жақсы. Іске сәт онда. Жұмысымыз жақсы өтсін. Ал өндірістің жүрегіне бара жатырмыз еді қазір аға? Да, бара жатырмыз. Нанның иісі келіп жатыр. Да, іскеп жатыр, нанның иісі келіп жатыр. Ой, мына жақ жылы екен. Міне, күшті. Наубайхан анамыз. Барынан. Енді бұл таң атысымен жаңа кідірісте айтып өттіңіз, мына жақтың бәрі толады деп. Толады, да, толады нанға. Азанға сағат 5-те уже барын нан алып кетеді. Осыдан 30 жыл бұрын басталған отбасылық кәсіп, еңбекқорлық пен мемлекеттік қолдаудың арқасында бүгінде бүтін қаланы бір күндік нанмен қамтитын алып кәсіпорынға айналды. Еңбектің наны тәтті екендігін Шариповтар отбасы өздеріне дәлелдеп, өзгеге де үлгі етуде. Фарангиз қасыңызда, әкесінің көмекшісі, бүкіл қызу тірліктің басы қасында жүреді. Жаңағыдай бұл істің бәрін бір кісіде меңгерген десек те болады. Енді нан төңірегіндегі әңгіме. Қанша нан дайындалады? Нешеуі қанша дүкенге тарайды, соның бәрін айтып берсеңіз қазір? 20 мың нан бір күнде істейміз. 10-15 әртүрлі нан бар. Қара нан бар, семечкамен, кукурузный, ржаной, әртүрлі нан бар. 50 магазин бізде бар. Сол магазиндерге мектепке, содан кейін балабақша, больница. Ақ нан көбірек дайындалады екен, арасында қара нан да бар екен. Қара нан негізі денсаулыққа пайдасы көбірек дейді ғой. Қаншалықты рас? Мынау ішінде орех бар. Орех бар, содан күнжіт бар. Президентский. Бұл қара нанның пайдасы қалай енді? Витаминдері бар. Біз сол қара нандарға, біз сол витаминдерді ішке салады. Экологически чисті бары. Мен 93 жыл мемлекет жалдау бойынша мен Тараз қаласы кәсіпкер білем шоғыланып, мен производство ашқан мен. Кішік Тараз қаласы. Потом менде Тараз қаласында үлкен болып кетті нан. Нан бұл әрбір адамға керек. Адам нансыз тұра алмайды. Ең қымбат, ең құрмет бұл нан. Астана қаласы телевизордан көргенден кейін, Астана қаласы 99 жылы мен келуім. Не үшін телевизорда көрдім, Астана қаласы елорда болып аталғандан кейін, Астана қаласыға нан керек халыққа, елге. Біз барып қалмаса, кім барып қылады? Мен ниет қылған мен. Ниет қылып, 1999 жылы Астанаға келіп, біздің өзіміздің Астана тұралыған келген қонақтарға әдемі нандарын қылып, оларға көрсетіп бұл нандарды, құрметімізді көрсетіп оларға қуанып нан қыл дейміз. Мен бүгін айтпақшыпан, 6 адам менде саған. Бүгін күнде менде үлкен производство болып кетті. 70 адам істейді қолымда. Үлкен өзімі мемлекет көмегі білем, даму көмегі білем. Бүгін күнде біз үлкен производство астық, кредит алып. Пеш осы? Да, пеш осы. Нан осы жерде піседі? Піседі, 2 пеште піседі. Қанша градуста піседі нан? 450 градуста піседі. Қазір енді ашуға болмайды? Болмайды қазір. Так, енді бұл орын? Бұл орын, қандай орын, не істейсіз? Бұл бетті тестамес дейіледі. Қамыр енді осы жерде? Да, осы жерде. Ашық көрсетеді. Қамыр сол жерде дайындалады.
эксклюзивті кадрлар. Жай адамдар осында кіріп, бақылауға деген мүмкіндіктері жоқ. Десе де мына кадрлар арқылы біз көрерменге жеткізсек. Бұл енді қарананға, қарананның қамыры. О, күшті. Аға, ұнды қай жақтан аласыздар? Біз Астана қаласынан ұн аламыз. Гелюс, Акмол деген ұнларды аламыз. Өзіміздікі? Өзіміздікі, Астана қаласынан. Мына жер енді қызып кетті. Нан пісті, е? Нан пісті. Кезекті бір партиясы пісті, міне. О. Дайын нан. Дайын жаңа піскен нан. Ал міне. Ыстығынай іштіңде. Ал міне. Жап жаңа піскен нан, ыстық. Енді жаңа ағамыз айтып отыр, жаңа технологиямен дайындалған, яғни құрамы ерекше. Жұмыс қалай өтіп жатыр? Жақсы ма қазір? Жақсы. Есіміңіз кім? Үміт. Үміт? Үміт. Сіз де өзбексіз ғой, Иә. Енді нан пісіру енді қалай? Қолыңыздан жақсы келіп жатыр ма? Болады. Қанша болды енді жұмыс істегеніңізге дәл осы жерде? Дәл осы жерде 8 жыл болды. 8 жыл? Вау. Хасан аға енді қалай? Талапшыл ма? Хасан аға біздің атамыз болып қалды. Талапшыл ма? Талап қоя ма? Жақсы жұмыс істеңдер деп? Өйткені бүкіл Астананы нанмен қамтып отырған жайыңыз бар міне. Сіз пісірмесеңіз біз нансыз қаламыз. Сондықтан жұмысыңыз күшті өтсін. Халқымызға, елімізге жұмыс бергенге мен қуанам. Мені қолымда 70 адам, 70 отбасыны бағады. Мені 15 жыл алдын, 22 жыл болды. Мені қолымда бір балдар уже басты болып кетті. Олар келгенде маған пекір болып келген. Қазір өзді олар басты болып кетті. Мені заман болып кетті, технолог болып кетті. Начальник отдела болып кетті. Мен оларды ондан тасқары мені қолымда ұстап, олар үйленіп, тұрмысқа шығып, мені көзім жанында бір 20 адам, балдар, жастар. Бүгінгі күнде мана 22 жыл ішінде 35-40-қа кірді, 45-ке кірді олар. Кіріп мен олар үлкен дәрежеге жетіп, өзіні отбасыны бағып Астана қаласында патыр алып, мен қуанам, олар жақсы тұрса, отбасының балдары көбейсе, мен қуанып, мені үлгім жетті бұларға, мені көмегім болды. Үміт, енді сіз жаңағын ана жақта болған едіңіз, 1 секундта осы жаққа қозғалып кеттіңіз. Бұл жерде енді қамырды формаға салатын процесс қой, Иә, бұл қамырды бөліп беріп дайындайтын жер бұл. Бұл аппарат сондай. Бұл аппаратымыздың аты акрогрейтель. Бұл доңғалақ қылып шығарып береді. Домалақ қылып. Жұмысыңыз қалай? Ауыр емес па? Жоқ, ауыр емес, жақсы. Күнне 12 сағат жұмыс істейміз. 12 сағат дем аламыз. Оның арасында жаңа күшті палау жейтіндеріңіз бар? Иә, бар ондайлар. Ол аптасының қай күні? Ол аптасына четверг күні болады, каждый четверг. Бізде пейсенбі күні плов болады. Каждый пейсенбі күні плов жейміз. Каждый арнеде, меремдерде бізге мереке жасап береді бастығымыз. Банкет істеп береді бізге. Былайша айтқанда жұмыс жақсы, қызық. Соған қарап сен де жұмыс істейін. Қазір мен әрді лақтырсам, қазір барып пешіма жынылап жатыр. Қазір мен пеш шығарам. Енді осылайша еңбектің көзін тапқан, байлықтың өзінде табады дейді. Сондықтан да кәсібін ашып, адамдарды жұмыспен қамтып, халықтың ыстық ықыласына бөлінгеннен басқа бақыт бар ма дерсің. Біздің бүгінгі күніміз осындай бақытты шаңырақ иелерімен
өтті. Ал бізді өзге де шаңырақ күтіп тұр. Біз соларға аттанайық. Ал мына палау дәл қазір дастарханның ортасынан табылады. Кездескенше қымбатты көрермен.